Ертеде бір кішкентай ауылда Әли атты ақылды да батыл бала өмір сүріпті. Ол күнде аспанға қарап, шіркін, ұшып жүрсем ғой деп армандайтын. Бір күні ауыл шетінде жатқан ескі сандықты тауып алады. Сандықтың ішінде шаң басқан бір кілем жатыр екен. Әли кілемді жайып еді. Кенеттен ол жылтырап, сыбырлағандай болды. Менімен ұшқың келе ме? Әли қорықса да батылдығын жинап, «Иә, қалаймын» деді. Сол сәтте кілем жайлап көтеріле бастады. Әли көкке көтеріліп, ауылын жоғарыдан көрді. Таулар, өзендер, ормандар бәрі кішкентай болып көрінді. Кілем оны алыс елдерге алып барды. Бір жерде ол жолын таппай адасқан құсты көрді. Әли құсты ұясына апарып көмектесті. Тағы бір жерде шөлдеген кішкентай түлкіге су тауып берді. Кілем сыбырлап айтты: «Сен мейірімдісің, сондықтан мен сені таңғадым». Күн бата кілем Әлиді үйіне қайта алып келді. Ол түсінгені, нағыз ғажайып тек ұшу емес, адамдарға көмектесу екен. Содан бастап Әли бұрынғыдай жай бала емес, жүрегі үлкен, мейірімді бала болды. Тәрбиесі. Жақсылық жасаған адам әрдайым сыйға бөленеді. Батылдық пен мейірімділік ең үлкен күш. Арман орындалады, егер сен оған сенсең.